дене мәселесі. Күшті болу. Күшті мұсылман хайыр және Аллаға сүйікті деді кімге қарағанда? Әлсіз мұсылманға. Мынау әлсіз мұсылман қай жағынан әлсіз болып тұр енді? Физически дейміз ғой. Күш жағынан да әлсіз болып тұр. Бауырлар, мұсылман адам күшті болу керек екен. Ер азаматтар. Бізде қазақта ер бала туылған кезде ерекше қуанады. Қыз бала қарағанда. Не үшін? Елді, жерді қорғайтын, дінді қорғайтын батыр дүниеге келді деп қуанған. Міне бір батыр дүниеге келді. Осы жігіт, иншалла, уақыт сағат келген кезде біздің абыройымызды қорғайды. Біздің дінімізді қорғап береді. Сол үшін ғана қуанып отыр. Жай сен еркек болғандықтан ғана емес. Айырмашылығың сол ғана. Егер бұлай еркектік, әйелдік жағынан кететін болсақ, оны кешіріңіз, әйелдердің бізге қарағанда көп плюстары бар, көп жерде. Құран неше сүре бар? 104 сүре бар. Соның ішінде бірнеше бетті алып тұратын Ас-Сурат Ниса деген сүре бар. Әйелдер сүресі бар. Еркектер деген сүре жоқ Құранда. Еркектер деген сүре жоқ. Бауырлар, бұл еркек әйел болып не? Алла Тағала екі түрлі жаратқаннан кейін, бірақ бізде қазақ, жалпы өзіміз айтайықшы елімізде. Қазақта бала дүниеге келген кезде ер азамат қуанған сол үшін. Ер азамат әлсіз болмау керек екен. Жігіттер, бауырлар, мұсылман адам күшті болу керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям не? Балаларына үш нәрсені үйретіңдер деді. Садаға атуды үйретіңдер деді. Міне біздің бабаларымыз соны ақылтан ұйымдастырған. Балаларды аңға жібереді. Бір батыр, бір ауылда асырайтын болған. Қазір әркім өзінің қараған басын ойлайтын заман болды ғой. Уақытысында осы жерлерде бір батыр асыраған. Апшаққа тастай беретіндер. Алып келген жемтікті ауылға келіп ауылда асырайтын болған. Батырлар. Соны жаңа пайғамбардың айтқандай аталарымыз балаларын солай мергендікке үйреткен. Одан кейін нені айтты? Жүзуді айтты. Жүзу, одан кейін нені айтты? Атқа мінуді үйретті. Балаларға атқа мінуді үйретіңдер. Міне осы үшеуінде қарап отырсақ, ғұламалар айтады, бала осы үш нәрседен өткен бала дейді. Шынымен мықты, физически мықты болып өсетін бала екен. Мерген суға жақсы жүзеді, суға жақсы жүзген адамның мына дене бітімі бірдей шығады екен. Сізге тренажерға барып мынаны көтере берсең не болады? Мына жерің шығып кетеді. Бір жерің істесең бір жерің шығады. Бірақ жүзген адам бірдей қалыпты әдемі ана. Бірдей дамиды екен. Қолыңда, нелеріңді, аяғыңда бүткіл денең құрылысы жүзу арқылы. Және сол мамандар айтуынша, мына омыртқа. Омыртқа ең негізгі стойкіміз біздің омыртқа екен. Бұл омыртқа жүрген кезде былай болады екен, жүзген кезде ғана былай болады екен. Мынандай біздің денсаулыққа өте керек екен. Омыртқаңыз былай болып болса қиналу керек екен. Кем болу керек екен. Ал жүрген кезде тек қана битеді омыртқа. Битетін кез қашан болады екен? Жүзгенде ғана болады екен. Пайғамбар соны айтты дейді. Ер азаматтар жүзетін болсақ, оның денсаулығы не болады екен? Мықты болады екен. Одан кейін не? Атқа міну мәселесін айтты пайғамбар. Біздің аталарымызда простатит деген ауру болған емес. Ондай проблема болмаған. Жігіттер күліп отырған, басын айтқан балалар. Қазіргі қоғамдағы жастардың арасындағы бірден мәселе простатит мәселесі. Ол не үшін? Қозғалысымыз жоқ, көп орындықта отырамыз, тамаққа тойып алып жатып ұйықтаймыз да басқа. Атымыз да өзгеріп кетті. Сол үшін бауырлар, атымыз өзгеріп деп жатыр. Атымыз темір тұлпарға ауысты да басқа. Демек бауырлар күшті болу керек. Қай жағынан? Дене бітім жағынан. Бірақ оны ғұламалар және қосып жатыр, бауырлар дұрыс дене бітімді күшті болсын, бірақ оған қосып, мына одан да күшті болсын дейді. Мынау бас одан да күшті болсын дейді. Оған қосымша денең де күшті болсын. Сол кезде хайырлы болады екенсің сен, Аллаға сүйікті боласың. Кімге қарағанда? Анау темекі шегіп, насихат жүргенге қарағанда сен хайырлысың сен. Неге? Себебі сенен туылған балада салауатты бала дүниеге келеді. Сен шекпейсің, ішпейсің, насихатпайсың. Денсаулығына қарап, денсаулығың бар, жігітсің. Тепсе темір үзетін. Сенің балаңда сондай бала дүниеге келеді. Ал егер өзің тиым салған нәрсені пайдаланып жүрген болсаң, онда сен кейінгі ұрпаққа да сен үлесіңді қосып жатсың. Болашақта небір аурулар балалар дүниеге келіп жатыр, балалар түсінбей жатыр. Бұл ауру қайдан келді?
Сөйтсе ол қанмен келе беретін нәрсе екен. Осыдан бірнеше алдың өткен аталарынан да өте береді екен. Мысалы, біреу темекі шегіп никотин болса құрамында, ол бірнеше ұрпаққа да никотин өте береді деп жатыр. Бірнеше ұрпақтан кейін сенің ұрпағың кәдімгідей ауру болып дүниеге келіп жатыр. Бұл қайдан келді десе, сен темекі шеккен уақытысында. Сол кімге өтіп кетті? Қанмен ұрпағыңа өтті. Жауап бересің.